Дәл осы мешітті 9 сынып оқушысы неше жылда құрастырды. 40 мектептің ұстаздары мұнаншама сертификатты не үшін иеленді? Бала тәрбиесіне байланысты ата-аналар қандай ұсыныс айтады? Дәл осы мәселелерді таяу жарты сағатта баяндайтын боламыз. Шығармашылық қабілетті дамыту мақсатындағы семинар бұл. Дауысты бәсеңдетейін, өйткені бұл жерде мұраты биік, мақсаты айқын кісілер жиылды десек те болады. Нұрсұлтан қаласының білім басқармасына қарасты Әлкей Марғұлан атындағы нөмір 40 мектеп лицейінде осы қаланың шығармашылыққа, ізденіске, білімге ден қойған ұстаздарының төбесі көрінді. Олай дейтінім сенбілік күн. Басқалай болғанда үйлерінде ұйықтап жатар еді ғой, пырылдап. Біздің музейіміз 2006 жылы ашылған болатын. Музейдің ашылудағы мақсаты Әлкей Марғұланның өмірі мен шығармашылық қызмет арқылы жан-жақты дамыған тұлға тәрбиелеу. Музей жалпы өзі 5 бағыт бойынша жұмыс жасайды. Әлкей Марғұлан археолог, филолог, шоқантанушы, этнограф, тарих деген бағыттар бойынша жұмыс жүргізіледі. Біздің мектебімізде Әлкей Марғұланның ізімен атты туристік өлкетану экспедициясы бар. Бұл экспедиция... Негізі осы музейді ашқанда басқасында кімдер тұрды? Музейді ашқан кезінде біздің бұл арнайы бір белгілі бір жоба мектебімізде жасалды. Ол ұлылықты ұрпаққа ұлағат атты жоба болатын. Оның жобаның авторы Регебай Ербол Ислямұлы. Жобаны жасауда жоба арқылы бірнеше жұмыстар жүргізілді. Онда жалпы осы музейдегі Әлкей Марғұланның үйінен әкелінген өте құнды жәдігерлеріміз бар. Осыны жинақтауда мектеп ұжымы және мектеп басшысы Ербол Ислямұлы өте жоғары деңгейде жұмыс жасады. Ал осы музейдің дизайнын өзінің қаражатымен жасап берген архитектор Серік Рүстембеков деген кісі. Семинардың тақырыбы музей емес еді. Айтулы кісі болғандықтан осы шаңырақтан бастағанды жөн көрдім. Білім мазмұнын жаңарту аясында оқушылардың белсенділігі мен шығармашылық қабілеттерін дамыту. Тақырып пен музей жарасымды байланысып ақ тұр. Бастауыш сынып мұғалімдері жаңартылған білім беру мазмұны бойынша пайдалы қазбалар, табиғи ортада қандай қауіп қатерлер бар, математика еліне саяхат, еңбек бақыт бастауы, электр энергиясы қайдан алынады, ата-ана, ұстаз, оқушы бірлестігін сақтау сынды бірнеше сабақтар мен коучингтардың мазмұнын бірлесіп бақылап, бағасын сіздер берсін деп жазып та алдық. Қазір қандай сабақ өткізейін деп жатырсыз? Қазір мен бастауыш сынып мұғалімдеріне шебер сынып өткізейін деп жатырмын. Ол кісілерге АКТ-де сабақтарында қолданатын бірнеше сайттармен таныстырып, екі қосымшамен таныстырып кетемін. Қолыңыз бар ма? Қолыңыз бар. Жүргіземін. Ол мастер-классты бастамас бұрын бір-бірімізбен танысып өтейік. Мен аты-жөнім Закиева Салтанат Ситқамзекқызы. Осы мектепте 99 жылдан бері еңбек өтілін атқарып келе жатырмын. Информатика пәні мұғалімімін. Сіздерге шебер сынып өткізсін деген ұсыныс түскеннен кейін соны қабыл алып сіздермен қазір соны бастаймыз. Енді әрқайсымыз аты-жөнімізбен мектептерімізді айтып шығайық, бір-бірімізден танысайық. Байтілеу Оржан Шымалқызы, бастауыш сынып мұғалімі, 84-ші мектеп лицейінің өз Өте башыңыз. Әлкей Қалбекқызы, 40-ші мектеп информатика пәні мұғалімі. Ақгүл Нұрланқызы, 19-ші мектеп бастауыш мектеп. Сатирова Гүлженев Сайдалқызы, бастауыш сынып орынбасары, 19-ші мектеп. 64-ші мектеп Аманбаева Манчук Адамқызы. 27-ші мектеп Нағима Қапанова, бастауыш сынып. Бастауыш сынып мұғалімі, 7-ші мектеп Атым Жанар. 37-ші мектеп гимназия, бастауыш сынып мұғалімі, Көлесқа Мұқбаева Жада Дарханқызы, 30-ші мектеп. Шәргенова Қыланқас Шәргенқызы, 57-ші мектептің бастауыш сынып мұғалімі. Қызы Сәулегүл Рызаева, 16-ші мектеп мұғалімі, бастауыш сынып. Кежекбаева Рымжан Әбдіғалиқызы, 34-ші мектептің бастауыш сынып мұғалімі. Гүлсара Салуанқызы, 74-ші мектеп гимназия. Шакета Албаржан, 74-ші мектеп мұғалімі, бастауыш сынып.
Абдрахманова Саулия саясатына 26 мектеп гимназия бастауыш сынып мұғалімі. 7 мектеп гимназия, атым Айнагүл, бастауыш сынып мұғалімі. 40 мектеп Әлкем Арқылан атындағы математика пәні мұғалімі Биманова Айжан. Әнisa Ситайзымқызы, Әлкем Арқылан атындағы 40 мектеп. Burada Байқыралар Қожабақызы 40 мектеп лицей математика пәні мұғалімі. Қадықай Саман 17 мектеп қазақ тілі. 42 мектеп Роза Арысханқызы, бастауыш сынып мұғалімі. 26 мектеп гимназия мектеп директорының орынбасары Ислама Төлетаевна, стажым 22 жыл. Өте қуанышты. Тоқтатып қояйық. Сабақта қалай үйрену керек екенін мен сіздерге жазып қойдым. Әрқайсыларыңыз өздеріңізбен бірге алып кетесіздер. Ең соңында қосымша сайттар тізімін жазып қойдым. Осының ішінде бүгін екеуімен таныстырамын, біреуін үйретемін. Қара мен қарап сымдарын бір-біріне жалғадық. Сосын ақ пен қызыл сымдарын бір-біріне жалғадық та 4 батареяны бір-біріне қойдық. Жақсы жарайсың, рахмет. Жақсы. Арқылы жақтық. Бізге лимон мен алма берді, бірақ лимонның күші жетпеді, алманың да күші жетпеді, бірақ батареялардың күші жетті. Жақсы, рахмет. Біразы маған жеңіл болды. Мен үшін өте үлкен тәжірибе болды бұл. Ашық сабақ беруде. Қиындықтар туындады ма? Қиындықтар енді кішкене балаларды туындады. Кішкене балаларды қорқыныш болды. Сол ғана қиындық болды. Ал енді балаларды қорқынышы болмас үшін болашақта не істейін деп, не жоспар құрып жатсыз, не ойландыңыз? Балаларды өзіне жаңағы ыңғайлы сезіну үшін бұндай ашық сабақтар көбірек өткізу керек. Жүйелі. Күші ауыр затта жерге түседі. Біз ауыр күші қай жерде болатынын білдік. Мирас. Біз жер ғаламшарының атмосферасына бір зат кірсе, ол жерге тез өте қатты жылдамдықпен құлайтынын білдік. Және де ғарыштың атмосферасы туралы білдік. Бүгінгі сабақ қалай өтіп жатыр? Керемет. Біз мына жаратылыстануға кірдік. 3-ші сыныптың жаңа бағдарлама бойынша. Бізге ең бірінші жаңағы мұғалімнің ұстанымы ұнады. Сондай жас маман бәрін нақты дұрыс түсіндіріп отыр. Және де ең маңыздысы бізге әр топ эксперимент бойынша бізге жаңағы күннің Өздеріңізге түртіп алдыңыздар ма бүгін? Әрине, біз міне даже планын алдық. Жоспарын алдық. Яғни осы жұмыстардың енді өздеріңіздің сабақтарыңызда қолданып деген ниеттеміз. Әрине енді 3-ші сыныптан дүниетаным сабағына қатыстық. Қобланды Ержан деген жігіт сабақта өте жақсы өткізді. Методикалық әдістемелер жақсы екен. IT технологияларды, смарт құрылғыларды балалармен қоса жақсы меңгеріп, енді сабақ өзінің мақсатына жетті. Әрі балалар сабаққа мақсатты тақырыпты бәрі өзі қойып, енді керемет бір сабақ болды. Әсер алдым және көптеген енді әдістемелік түртіп алуларым болды. Балалармен қарым-қатынасы, әсіресе балалардың ағайдың сұрағына еркін жауап бергендері. Бұл ізгі педагог дегеніміз тірек сөзді алып тұрмыз, себебі бұл ағаштың үлкен бір жапырағы біздің бір мұғалімнің бір айнасы, яғни мұғалімнің балаға беретін негізгі мағлұматтардың бірі. Яғни шынайылық болуға баланы тәрбиелейміз, адамгершілігі болу керек, балаға еркін тәрбие беру керек, әділ болуға тәрбиелеу керек, және шыншылдық, сүйіспеншілік деген сияқты тәлім тәрбие береміз. Осы арқылы біз білімімізді ары қарай жетілдіре береміз. Ұстазым, осы ағыл тегіл қошемет, қаумалаған құрмет үнемі сізге болсын. Жасалған арнайы сабақтардан басқа мектепте көз қуантарлық бұйымдар мен қолөнерлер баршылық екен. Көрген көзде жазық жоқ, тоқталмасқа болмады. Директордың оқу тәрбиешісі жөніндегі орынбасары Нұргүл ханымға жүгіндік. Арналап таныстырамыз, әр апта сайын оны оқушыдан ағарып. Сол кездегі оқушылардың алған әсерлерін оқушылар өздері қолдарынан жасайды. Және оның макетін жасап суретін салады. Бастауыш оқушылардың Не жасап жатсыңдар? Мен түменен рухани жаңғыруын істеп
қаламмен сурет салу оқушылардың жасап жатқан туындылары. Не жасап жатырмыз бізде? Бізде қыштан, саз батпақтан құмыра жасап жатырмыз. Бұл өте баланың моторикасы дамуына өте пайдалы. Негізі оқушылар біз пышақ тозағымызбенен түйме қадаймыз, дәптер жазамыз, сабақ жазамыз деген секілді жұмыс етеміз. Ал бұл жерде оқушы балалардың бүкіл созақ бәрі қимылдайды. 9-шы класстағы Серіков Мұхит деген оқушы 6-шы класста осы мешітті бастаған болатын ағаштан ойып. 9-шы классқа келген кезде оның ішкі безендірумен терезесін, есігін қызыл сыртқы ескірімен аяқтап, бір анау үстінде азан айтылады, қолға аяқтап бітірген. Және мына осы көрінісі бүгін болды. Жалпы мектебімізде архитектуралық дизайн деген үйірме жұмыс жасайды. Сол үйірмедегі негізінен қызмет жасайтын 9-шы класстың оқушылары. Екінші жұмыс мынау Айдарбек Санжар авторының жанымызда тұр. Кемінде бір 5 айдай мезгілде жасап шықты. Макеті 2 этажды коттедж. Сыртқы формасымен. Ішкі бөлмелеріне де көңіл аударуға болады. Этаж үйдің әрбір кіреберісінен бастап ішкі бөлімнің безендірілуі, жиһазы бәрі қойылып жасалған. Өзінің болашақтағы арманы архитектор болсам дейді. Мынау көңіл аударуларымызға болады ағаштан жасалған дүние 9-шы класстың оқушысы Аязхан Бегімай деген. Бұл қыз балалардың ұмтылысы жоғары. Бұл балада болашақта архитектор болады деген бала. Жаңағы қолымен аяқтап 2 этаж ғимарат коттеджден бітірген. Мына жерде келесі Мақсұтов Нұрбек деген балада жаңағы коттедж үйді жасап жобалаған. Болашақтың коттедж үйлерінің бір түрі осындай болуы мүмкін деген жағдай. Мұндағы оқушылар 9-шы класстардың жасалған оқушы жұмыстары мынау памятник деген мұнара, танк, самолет макеттері де 9-шы сынып оқушылардың жасауымен орындалды. Мынау архитектуралық топтың, шығармашылық топтың жасаған макеті болашақ қаланың жаңағы ғылыми орталықтың бөлігі. Мына ортада ғылыми орталық болса дейді, осы ғылыми орталықта тұратын ғылыми қызметкерлердің үйі болса деген, содан кейін одағы ауласындағы емхана, ол емхана, бала бақша, басқа да ғимараттар болашақта болған жағдай. Мынау оқушылардың жеке ізденістері электромобильдердің жаңағы күн батареясымен жүретін жолдары көрсетілген. Ондағы жаңағы айнала қоршаған ортаға зиян тигізбей электрленген машиналар болашақта қалай жүргізіледі. Мынаған көңіл аударуларыңызға болады. Жаңағы болашақтағы қаланы жобалаған. Онда бір оригиналдық оқушылардың ізденістері болашақтағы қаланың әрбір ғимаратының бөлек-бөлек бір-біріне ұқсамауы, ондағы жаңағы бояу түстерінің бір жаңағы бөлтек аудандағы бірдей болуы, оның жаңағы бір ғимараттың екінші ғимаратпен салыстырған кезде өзгешелігі, оның ішіндегі формасының өзгешеліктері жаңағы әрбір мысалға мына бөлікте бір ғылыми биологиялық орталыққа арналған бөлік. Мынау адамдар тұруға арналған бір бөлік. Бір-біріне ғимараттарға тоналғыштарында бір-біріне ұқсамайды. Мынау да пирамида бірақ өзгеше бір ізденіспен орындалған. Мынау бір қаладан екінші қалаға өтіп бара жатқан көліктер магнитті күн батареялы жолмен бір қаладан екінші қалаға өтіп кету үшін бір бөлігі көрсетілген. Мынау да жаңа тұрғын үй кешендеріне арналған бөліктері. Астанаға деп арнап жасалған жаңа бөліктер макет мұнда да тұр. Жаңағы әркіммен көрсетіліп, жаңағыдай осындай ғимараттар болса деп. Әрбір жаңағы осы макеттерді жасамас бұрын оқушылар ізденіс жасайды суретте. Одан кейін артынан оның өлшемі бойынша макеттің кішірейтілген масштабтарымен
сіз осы жылы одан кейін барып әрбір оқушы жаңағы осы ізденісті макет түрінде аяқтайды. Міне бүгін осы оқушылардың жаңағы жалпы жасап жатқан жұмыстардың бір бөлігін көріп отырсыздар. Тәрбиенің ерекше бір түрі бұл ата-анамен ынтымақтастықтағы қарым-қатынас. Осы тұста бәріміздің басымыз қатып, күрмеулі арқандай болған мәселелердің шешімін таппай жүрген жайымыз бар. Өмірдің бәрі гүл, мына ортадағы шеңбер бала деп алдық. Сосын мына гүлдің несі, гүлдің жасушалары ма, оны жаңағы сырт әсер, мысалы, әрқашан балаға, мына орта бала болса, әрқашан оған жаңағы бақыт бағдар беру керек, уақыт бөлу керек, әрқашан мотивация, жігер болып тұру керек балада, балаға бере білу керек. Сосын әрқашан қолдау, ол қолдау кімнен керек? Ол балаға, мысалы, оған қолдаушы ата-ана, ата-әже, ұстаз және достары деп біз ойлаймыз. Балалардың тәрбиесі жақсы болсын деп, 2 жылды жазып, енді бірінші жыл онымен баламен сөйлесу керек, көп сөйлесу керек. Көп сөйлеспейтін ата-аналар ол да мүмкін қисық жолмен тұратын шығар. Оны кім біледі, ол өмір біледі. Ол қазір уақыт, ертең істеймін, сосын онымен сөйлесем деп, уақыт уже кете береді. Онымен бүгін сөйлесу керек, қазір сөйлесу керек. Но тәрбие үйде береді. Үйде бергенде ол мектепке барады. Мектепте тәрбие басқа. Ол басында басқа тәрбие. Сол жерде байланысты бірге қосылғанда ол жақсы жолмен барады. Машинада табады, белсенділігі жоғары жолында сіздердің өзіп жүріс, дұрыстарыңызға қарай қаласына кете береді. Жақсы, сіздердің ойларыңызша біздің түйгеніміз жалпы қолдау үйде болу керек. Ол асыл мысалы деп түсінді. Әлкей Марқұлан атында 40-шы мектептің ұстаздарын көріп, ол кісілермен бір селфи жасағым келді. Міне 100-ге тарта мұғалімдеріміз келіп, сенбі күні болғаннан кейін барлық үй шаруасын тастап келіп отқандарыңызға ең бірінші рахмет айтамын өзімнің атымнан. Сіздер бүгін кішкентай болса да өздеріңіздің іс тәжірибелеріңізге бір керекті дүниені қоса алыңыздар деп өзім сенемін. Және де шебер сабақтар ата-аналармен бірлескен жұмыстар өте жақсы ұнады. Семинардың екі құндылығын атап беріңіз. Біріншісі, ата-анамен жұмыс әр мұғалімнің күнделікті қарым-қатынасы өте жақсы, белсенді қатысты ата-аналар қиындықтарын айта білді. Екіншісі, ата-анамен жұмыс, актімен жұмыс, заманауи әдістер тәжірибедегі көрсетілулері. Үшінші сұрағымыз сіздің ұсынысыңыз еді. Бізде осындай семинар көп болса екен деп ұсыныс білдіріпті. Сонымен қатар осындай семинар демалыс уақытында ұйымдастырылса екен деген ұсыныс бар екен. Сонымен қатар бір уақытта бірінші сабақты көруге болады деген ұсыныстар бар. Сонымен қатар қалыптастырушы бағалауды көрсетсе екен деген ұсыныс болды. Тамаша. Мен бұл жерге келген себебімнің өзі, біз көбінесе мақтағаннан гөрі жаңағы ұсыныс көп жасалса, қандай келесі семинарда қандай тақырып, қандай сұрақтар бойынша жұмыс жасасақ екен деген мақсатта келген. Жаңа қалыптастырушы бағалауды көрсек жақсы болар еді деген ұсыныстарыңыз ұнады. Және біреуі Аманашвилидің жаңағы ізгілік педагогикасына жеке семинар арнасаңыздар деген ұсыныс жасаған Қой баласы момыннан құбылыс еді сірә, бірақ мұны ешкі сұмазырған шығар, бар көріп білейін деп жорта жүреді. Бір белеске шығып жан-жағына көз атса, қас алдында бір ешкі жүр екен. Сені іздеп келемедім деп қасқыр ешкінің бас салды. Атаң да анаң да жақсы еді дейді ешкі жалбарынып. Қой тұрғанда мені қайтесің, одан да мен билеп сенің көңіліңді көтерейін. Ондай өнерім болса көрсет қане, дейді қасқыр. Қасқыр ешкінің аяғына көз алмай отыра береді. Сол арада қойшы келіп қалып қасқырды қуа
Басқаны білмеймін, өзім бір марқайып қалдым. Басқаларды үйрете жүріп, өзіміз үйренеміз. Бұл менің сөзім емес. Ерте ғасырда әдебиет пен мәдениет тарихында зор үлес қалдырған Құтты білік дастанының авторы Жүсіп Хас Хажип Баласағұн үйдің сөзі. Қуантай Амантайұлы, білім айнасы үшін.